Мен өз анама мені 9 ай бойы көтеріп, мені ренжітпей жүргеніне рахмет айтамын. Менің анам өте мейірімді. Анашым, менің бағым бар екен. Сіздей анам болғанына сізбенен мен өз-өзімді мақтан тұтамын. Анашым, сіз мені тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірдіңіз. Сол үшін сізге көп-көп алғыс айтамын. Менің анам әлемдегі ең жақсы адам, мен оны өте қатты жақсы көремін. Ана түн ұйқысын төрт бөлген жан, ол бізді жақсы жолға түсіреді. Мен анамның жақсы қылықтары мен парасаттылығын жақсы көремін. Анамның жақсы қылықтары өте көп. Мен өскенде бизнесмен болғанымды қалайсыз? Мен сол бизнесмен болу үшін математика пәнін жақсы оқуға тырысамын. Сіздің көңіліңізді қалдырмаймын. Ана, мен сізді раушан гүліне теңеймін. Осы раушан гүлі секілді құлпырып жүре беріңіз. Менің ойымша, мен анам ең жақын досым. Ол маған жамандықта да жақсылықтарда көмектеседі. Анам, саған өте көп рахмет, сен мен туғаның үшін. Өмірдегі ең басты байлық ана. Анадан асатын байлық жоқ. Ана, сізге көп рахмет айтамын. Ана, ол 9 ай бойы құрсағында көтеріп, мәрбиелеп өсірген адам. Менің анам әлемдегі ең ақылды жан. Менің анам өте қамқоршыл және кешірімшіл. Мен осы қасиеттерді сізден үйренгім келеді. Анамды мен қатты жақсы көремін. Себебі анам мені 9 ай 10 күн құрсағында көтерді. Менің анам өмірдегі ең мейірімді адам. Анам менің 9 ай бойы көтеріп, аянбай, таянбай мені дүниеге алып келді. Анашым, мен саған көп рахмет айтамын. Себебі сен маған жарық кеңесін ашып берген үшін, алақанды әлпештеп аялап өсірген үшін мыңдадыр алғыс. Менің анам өте ерекше жан. Мен өз анама ұқсағым келеді. Себебі менің анам өте нәзік, ақылды жан. Мен өз анамды көп бағалаймын. Ана, мен сізді жақсы көремін. Менің анам көп еңбектенеді. Мен оның ақылдысы, ардақтысы, анасы болу үшін менің анам бәрін істейді, тәрбиелейді. Мен анамды мені туған үшін қатты алғыс айтамын. Мен өзімнің анамды қатты жақсы көремін. Және менің анам менің кемшіліктерімді құртып, және жақсылығымды